Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Араға 2 апта салып қайттан кеп қалдық. Бүгін 2 наурыз 2025 жыл. Әдеттегідей бірінші Камридің бағаларын түсіріп шығатын боламыз. Бұл қатарда енді Камри жоқ. Особенно бұл жақта енді Равондар, перекупщиктердің машинасы ғой. Бұлардың алуға не советую. Келесі қатардан бастап уже Камри басталады. Содан бастап түсіреміз енді иншалла. Видео пайдалы болса лайк басып, каналды қолдап, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Лайкта тіркелуде бәрі де тегін. Просто сіздердің қолдауларыңыз керек қой. Все, бастайық енді. Ой, неқтің бәрі Равон толып кетті. Бірінші көзге түскен 2014 жылғы 2/5 8/8 деп тұр бағасы. Бұл бізде Камри 55, телефондар мынадай. Газ жоқ делінген. Келесі Камри 2010 жылғы 6 миллион теңге деп тұр. Телефон номер мынадай. Объем 2/5, автомат. Мінекей. Одан кейін де мына жақта Камрилер тұр. Көрекінің 55-та. Бағасы не деп қойған екен. Продается дейді 2016 жылғы 2/5 вариант бар дейді. Телефон номер мынадай. 11 миллион 600 екен бағасы. Келесіге кетейік. Бұл бізде 2013 жылғы комплектациясы дейді. 9 миллион теңге деп тұр. Телефон номер мынадай. Объем 2/5. Келесі Камри бізде 2002 жылғы. Объем пробеги. Цена 5,6 миллион дейді. Телефон номер мынадай. Мінекей. Хабарласып, сұрасып көріңіздер. Келесі Камри не деп тұр екен? 2007 жылғы. Газ бар екен. Объем 3/5. Цена договорная. Телефон номер мінекей. Автомат. Тешіміз. Жерде Бопаши бір Toyota тұр. 2006 жылғы. 1/3. 4,7 миллион дейді бағасы. Телефон номер мінекей. Бізде Toyota Yaris екен. Кішігірім әдем болып тұр. Келесі Камри 2020 жылғы. Пробег 12 дейді. 2/5 объем. Телефон номер мінекей тұр. Автомат мінекей. Жалпы негіз бір реттер түсірген Камрилер оларша. Жаңармай жатыр ма Камрилер, таусылып жатыр ма? Атыртында Камри жұбын үшін Kia Sonata. Мына жақта да Grande Euro, мына бәрі уже толып кеткен. Бұрын осы қатардың өзінде Камридің толып тұратын еді ғой. Жата азайып отыр, или арғы жақта ма екен? Ана жақта болуы мүмкін. Қазір ол жақта түсіріп қайтамыз. Ара-арасында осыны әңгіме етіп тұрған дұрыс па деп қаласындай. Toyota 2004 жылғы 2/4 объем 5 миллион теңге деп тұр бағасы. Автомат. Пробегі 309 мың дейді. Бұл не? Toyota Universal Avensis па? Универсалдығы әдем енді бар ғой. Артық жағын түсіріп көрейік. Артық жағы. Өсіп, короче, түсіріп келе жатып. Камри десятканы көресің ғой. 93 жылғы 177 пробег дейді. Объемы 3.
тура осындай мен де алайын деп тұрып алмай қойып ше. Астердің. Мана 4 миллион 500 мың дейді. Міне телефон номер. 4,5 миллион дейді ғой. Асқар ғой енді. Телефон номерін көрсеттім главный. Бір звонда боқтап аларсыңдар. Келесі камераға өтейік. Бағасы ештеңе жазмаған екен. Ай-ай-ай. Анда бар. Камера тұр екен, одан кейін ана сұрды түсіре кетейік. Мында түсіре кетейік. Бағасын ештеп тұр екен сразу. 2007 жылға 2,4 объем 6,8 деп тұр. Келесіне өтейік. Міне мұнда біреу тұр. Әдемі. Осы түрлер ең сәтті шыққан сияқты негізі 2009 жылғы 2,5 бағасы жазылмапты. Телефон номері мынадай. Түсі әдемі екен. 2010 жылғы 45 бұл 2,4 объем 7 миллион 800 дейді. Мінекей. 2010-ға 7 миллион 800 сұрау деген енді. Өте көп екен бұл қатарда жалпы. 9 миллион теңге деп тұр екен. 2013 жылғы пробег 176 деп қойыпты. Келесіне деп тұр екен. Қатарынан тізбектеліп тұр екен. Бұл 8,4 миллион дейді. 2013 жылғы пробег 213 мың дейді. 4 литный баллон бар екен. Телефон номері. 2012 жылғы 8,7 миллион деп тұр, 2,5 объем 171 мың пробег пен газ бар екен. Птичка барып көтті. Ассалаумалейкум. Тек енді аманда қалып барады екен Камри. Бүгін тек Камри или жаңа машиналарды түсірейін деп тұрмын ғой. Халық көретін сол енді бар ғой. Анау түсір, мынау түсір дейді, просмотр жинамай. 2007 жылғы 3,5 екен объемы. 7 миллион теңге деп тұр. Автомат. Телефон номерін көрдіңіздер ғой. Мінекей. Қоп тұр. Өте әдем бұл. Адам деп қойыпты. Нешінші жыл екен? 2002 жылғы 2,4 объем 4 миллион 800 дейді. Бензин, газ жоқ, автомат. Телефон номері міне көрініп тұр. Номерлерін алып тастапты. Аппақ түсті екен да. 2002 жылғы объемы 2,2 3,5 миллион деп тұр. Телефон. Жұмысы жоқ. Газ жоқ па? Газ жоқ екен, бензин. Бар екен, түсіре кетейік бұнда. 2004 жылғы ма? 3 куб 6 миллион 800 деп тұр. Телефон номері мінекей. Үш куб екен да бұл. Тартады да бұл 3 куб деген жақсы. Келесі қатарға түсіп алдық әйтеуір. 6 миллион 700 деп тұр. 2008 жылғы объем 3,5. Мінекей телефон номері. Автомат и газ да бар екен да бұда. Келесі Toyota Venza 2013 жылға 9 миллион 500 деп тұр. Объем 2,7. Телефон номері мынадай. Бензин екен. Газ бар ма? Газға птичка барыпты. Газ бар екен. Келесі Toyota бізде Alphard 2005 жылғы 2,4 объем 7 миллион 700 деп тұр. Қазақ номермен. Жұмаңыз автобазары аптасына айрықша сайын жұмыс жасайды. О, мына сиеналар қайда кетті десем осы жақта тұр екен ғой.
келесі Camry 2003 жылға екен 4,5 миллион теңге деп тұр. 4,5 миллион деп тұр екен. Енді мынаусын көрейік. Сәлемат Сүмет. 2014 жылға екен 9 миллион 200 екен. 2,5 объем. Телефон номер мінекей. Автомат, газ жоқ, бензин. Келесіне Camry не деп тұр екен? 2012 жылға. Цена договорная дейді. 8 миллион деп қойыпты. Телефон номер мінекей. Объем 2,5. Қалай сіздерге? Жақтарда Camry түсіндір. Нексер түсір. И жанында Хайландер тұр. Түсіре кетейік. Хайландерді де, Camry'ді де. Объем 3 екен бұның. 2004 жылға 6 миллион теңге деп тұр. 2004-та. Оның жанында Toyota Highlander. Бұл 2001 жылға 2,4 6 миллион деп тұр. В общем. 2001 жылғы көлікке неге сонша 6 миллион салу керек. Келесі 2012 жылға Авто из Кореи дейді. 100% родной окрас. 10 миллион 200 екен бағасы. Телефон номер мінекей. Yerleşke bilişi var, tam sever. Самса дейді. Қазір көбісі ораза ұстаған кезде енді ала қоймайтын шығар. Бізде де өтпей қапты. Мына 2006 жылғы екен, 3,5 объем. Үстінен өшіріп қайттан жазып. 6 миллион 800 деп қойып тұр. Телефон номер көріп тұрса, 2006 жылғы автомат. Газ бар екен. Плюс птичка қойып қойып тұр. Алдағаларын түсірейік енді. Келесі. 2014 жылға 2,5 объем 8 миллион 700 екен. Телефон номер мінекей. 8 миллион 700 деп тұр. Мынаяқтан түсіріп келе жатып енді 2017 жылға 72 кездеске 2,5 13 миллион 300. Телефон номер мінекей. Автомат. Моторда тағы да бар ма екен, жоқ екен, а? Көрейікші. Бәрі ескі болып тұр, мына жақта арасының. Мында бар екен. Мұнда түсіре кетейік. Бағасын. 2004 жылға 2,4 объем 4,5 миллион теңге деп тұр. Автомат. Телефон номер мінекей. Келесі Camry 2006 жылға 5 миллион 350 деп тұр. 70% родной дейді. Оны қайдан есептеген дейсің? Телефон номер міне көріңіздер. Объем 2,4. Сөйтіп келе жатып. Мынадай шықпалады алдым. Родной дейді. 85%. Можно через банк. 2014 жылға 2,5 екен. 11 миллион 200 бағасы. 11 миллион 200 қалай. Келесі Camry түсіреді. 2006 жылы. Объем 6 миллион 200 деп бағасы. Масқара ма? Одан кейінге өтейік. 93 дейді. 2017 жылға 11 миллион 500 дейді. 2,5. Телефон номер мінекей. Келесі 2001 жылға 2,2 объем
3 миллион 400 деп тұрған автомат. 2001 жылғы. Деп тұр екен берді. 2014 жылға 2.5. Бағасы жазбақта 133 пробег дейді. Құрметті көрермендер, осымен енді Camry тақырыбындағы видеомыз аяқталды. Машинада жалпы базарда жаңа көліктер былай көп емес. Жаңа көліктер ана жақта пайда болған. Genesis бар, Jetour бар. Көп емес олар. Енді бір видеоға ауқымды қылып түсірейін десең, көп шықпайды. Сондықтан енді тек қана Camry'ге түсірдім. Құрметті көрермендер, егер видео ұнаған болса бағалап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Аман болыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.